Е-салық қосымшасына кіріп, сол жақтағы менюді басасыз. Декларация тапсыру деген сілтемеге өтіп, 4 санды кодты теру керек. Е-салық азамат арқылы жіберілген сен қарау деген кнопканы басамыз, 250 нысан дегенді таңдаймыз, және нысанды кері қайтару дегенді басамыз. Және не үшін қайтарып жатырсыз, соның себебін көрсету керек. Ол салық кодексінің 209 бабы бойынша деген. 5 тармақта көрсетілген, не үшін кері қайтарып жатырсыз, соның себебін де көрсету керек. Яғни сізде кезең дұрыс көрсетілмеген. Таңдау. Жіберу кнопкасы. Электрондық сандық қолтаңбаңызды телефоныңызға сақтап қою керек, және қол қою және жіберу дегенді басасыз. ЭЦқ қол қою. iCloud деген бұл iPhone-да. Және сіздің папкаңызде қай жерде ЭЦП сақталып тұр, соны таңдаймыз. RSAN таңдап, электрондық сандық қолтаңбаның паролін енгізу керек болады. Міне, қол қою және жіберу. Сіздің декларацияңызды кері қайтардық. Енді кері қайтарылған декларацияны қарауға болады историядан.